Ассалаумағалейкум hammaga. Bugungi videomizda alkanlarning izomeriyasini, alınуын ham fizikалық химиялық қасиеттерін көріп шығамыз. Так, демек, изомерия. Изомерия дегеніміз ұлыма формуласы бірдей, бірақ физикалық һәм химиялық қасиетлері әртүрлі болған затлар изомерлер делінеді. Міне осы хадисеге изомерия хадисесі деп айтылады. Енді бұл не деген азыр соған тоқталып өтеміз. Ұлыма формуласы бірдей болады деп атапты, бірақ физикалық химиялық қасиетлері, яғни мәселен физикалық қасиет дегенде агрегат жағдайы басқаша болуы мүмкін, қайнау температурасы басқаша болуы мүмкін. Ал химиялық қасиеті дегенде болса реакцияға кірісуі, яғни екі бірдей формулалы зат берілген сіздерге, формуласы бірдей, бірақ екеуі екі түрлі реакцияға кіріседі. Химиялық қасиеті дегенде осы зат назарда тұтылады. Так, мәселен, екі затты азыр мысал келтіреміз изомерия хадисесіне. Ұлыма формуласы бірдей болу керек. Бұған мәселен қараймыз. Этил спиртін аламыз, C2H5OH. Этил спиртін білесіздер, ол сұйықлық болады, һәм антисептик сипатында істетіледі. Аптекаларда сатылады 70% спиртлі. Этил спирт ерітпес. Сол этил спирттің формуласы. Этил спирт. Мен бұны жинап жіберсек болады. Жинайтын болсақ, бұның формуласы C2H, мына жақта бесеу, мына жерде біреуі бар, сонымен H6 болады. H6O. Енді диметил эфир деген бірікпе бар. Міне мынау диметил эфир. Бұның формуласын жинайтын болсақ, мына жақта бір углерод, мына жақта бір углерод, общий екі углерод болады. С2, 3 водород қоссақ 6 водород болады. Ортадан бір кислород бар, О. Енді міне этил спирттің формуласын жинайтын болсақ, C2H6O болады екен. Диметил эфирдің жинап көретін болсақ, C2H6O болады екен. Міне ұлыма формуласы бірдей болды екеуінің. Енді физикалық химиялық қасиеті деп атады. Екеуінің физикалық қасиетлерін салыстыратын болсаңыз, екеуі бір-біріне ұлыма ұқсамайды. Химиялық қасиетлерді ұлыма бір-біріне ұқсамайды. Яғни, мана этил спирті кіріскен реакцияларға диметил эфир кіріспейді. Екеуі ұлыма басқа реакцияларға кіріседі. Құлас формуласы бірдей, бірақ қасиетлері әртүрлі. Міне осындай бірікпелерге, осындай затларға изомерлер деп айтамыз. Так, енді түсінген болсаңыз, алканлардағы изомерия хадисесін көріп шығамыз. Мыналарды өшіріп тастаймыз. Так, енді алканларда изомерия бутаннан басланады, яғни төртінші уәкілінен баслап изомерия хадисесі басланады алканларда. Бастағы үш уәкілінде, яғни метанда, этанда һәм пропанда изомерия болмайды. Изомерия жоқ. Бұл азыр не үшін екенін түсіндіріп беремін. Бірінші, бутанның изомерін шығарып, азырақ түсінік пайда етіп алуымыз керек. Так, демек, бутан, яғни C4H10. Енді бұның изомерін шығару үшін бірінші мына жердегі 4 углеродты жайып жазып алуымыз керек. С. Водородларын қойып отырмыз шарт емес, бұл жерде ең главный мына углеродлардың қайтып байланысқаны, қандай халатта жайласқанын
білсеңіз, водородларын жазу шарт емес. Так, енді міне мына қараң. Сондай қылып, барша углеродлар бір тегістікте жайласқан болса, бұл нормал деп айтылады. Яғни нормал алканның аты болса бутан. Нормал бутан деп айтылады. Бұл бірінші изомері. Енді мына жерде мына ең шеттегі углеродты, мына углеродты қаласаңыз, мына углеродты қолдас. Сол ұзын шынжырдағы бір углеродты алып тұрып, мына ортадағы углеродқа байланыстырып жібереміз. Сонда мына жерден бір углеродты алатын болсақ, ұзын шынжырда 3 углерод болып қалады. С. Енді сол алған углеродымызды мына ортадағы углеродқа байланыстырамыз деп. Міне. Енді салыстыратын болсақ, екеуі ұлымы басқаша. Мынау нормал бутан, енді мынаны атаймыз. Сіздермен өткен видеода систематик номенклатура хақында сөйлесіп еді, яғни сол атауды қайтып атаудың ізбезіклерін хаммесін көп шығып еткен. Бұл жерде сол систематик номенклатурадан пайдаланып атаймыз. Бұнда бірінші мына радикал деп айтылатын еді. Сол радикал қайсы тарапқа жақын болса, сол тараптан бастап нөмірлейтін еді. Қазір мына радикал қақ ортада жайласқан, соның үшін қалаған тараптан бастап нөмірлесек болады. Шептен бастап нөмірлейміз, сонда 1, 2, 3. Енді атайтын болсақ, 2-де метил радикалы тұрыпты. Демек, бұл 2 метил. Ал ұзын шынжырда болса 3 углерод. 3 углеродты бар алканның аты пропан болады. Пропан. Мынау нормал бутан, бұл болса 2 метил пропан. Енді сол жерде қараймыз, жақсылық ітібар береміз. Көпшілік сол жерде ал жасады. Қазір біздер мына углеродты, шетте жайласқан углеродты ортаға көшірдік деп ойлаған болсақ, мына жерде мына екінші углеродқа көшірдік деп ойлайтын болсақ, 2 метил пропан келіп шықты. Енді сол углеродты мынаған емес, мынаған байланыстырсақ қалай болады? Бұл жерде ешқандай өзгеріс болмайды. Қараймыз міне. Мына углеродты азы мынаған байланыстырамыз. Сонда бұл жерде де ұзын шынжырда 3 углерод қалады. Мынандай болып. Енді мына біріншіге байланыстырамыз деп атпыз, міне мынаған бүйтіп. Ең соң атап көреміз. Атаған кезде бұл жерде ұзын тізбек мынандай қылып нөмірленеді. Ең ұзын шынжыр мынау болады бұл жерде. 1, 2, 3, 4. Бұл жерде радикал жоқ. Радикал жоқ болса, мына бірінші уәкілінің радикалы жоқ. Демек, мынауам нормал бутан, мынауам нормал бутан болады. Так, себебі енді мына жерде ол қалай болды? Мына жерде біздер нөмірлегенбізді, былай нөмірлейміз. Былай нөмірлейміз. Қалесек, былай нөмірлесеген болады. Былай нөмірлегенбізде мынау радикал болып кетеді. Егер мынадан бастап мынақа қарай нөмірлейтін болсақ, яғни бірінші, екінші, үшінші углерод деп нөмірлейтін болсақ, бәрібір мынау екінші углеродқа бірігіп тұрған радикал болып кетеді. Егер мынадан бастап 1, 2, мынақа қарай 3 деп кететін болсақ, бәрібір мына екінші углеродқа радикал бірігіп тұрған болады. Не қылсаған, бәрібір 2 метил пропан шығатын жерден. Ол шарт емес, ол ұзынына былай нөмірлеу шарт емес. Ең ұзын шынжыр бойынша нөмірлеуіміз керек. Мына жерде ұзын шынжыр мынақа қарай былай нөмірленіп кетеді. Мынақа ямаса мынақа қарай нөмірленіп, мына радикал қылып түсіріп жіберген углеродымыздың өзі де ұзын шынжырға өтіп кетеді. Яғни мынау менен мынау екеуі бір зат болып қалады. Құлас айтқанда радикал ең кемінде екінші углеродта жайласқан болу керек. Изомер шығаратын болсақ. Енді бірақ әрдайым емес. Азыр мына жазатын затымды сіздерім дәптеріңізге жазып алың. Так. SH3, яғни метил радикалы. Сол метил радикалын біздер
ұзын тізбекке деп жайластыратын болсақ, бұл метил радикалы ең кемінде екінші углеродқа байланысқан болу керек. Мындай болады. Егер ол метил радикалы екіге емес, мына бірінші углеродқа байланысқан болса, мәселен мынаған, мындай қылып. Мына метил радикалымыз бұл ұзын тізбекке қосылып кетеді. Яғни, нөмерлейтін болсақ қараң, 1, 2, 3, 4, 5, мынау 6-шы углерод. Яғни, ұзын тізбекте 6 углерод болады бұл жерде. Метил кемінде екінші углеродқа байланысқан болу керек. Егер ол бірде тұрған болса, демек ол ұзын шынжырға қосылады. Енді этил радикалы C2H5. Бұл этил радикалы ең кемінде үшінші углеродқа байланысқан болу керек. Мындай қылып. Оны енді жайып жазсақ болады. С. Жинайтын болсақ C2H5-ті береді. Міне осындай қылып кемінде үшінші углеродқа байланысқан болу керек. Этил. Мәселен, ол 3-ге емес, 2-ге байланысқан болса, мындай қылып. Бұлам жаңағыдай ұзын шынжырға қосылып кетеді. Енді ұзын шынжыр табатын болсақ, бұл жерде қараң. Бірінші радикалы жақын тарапты табамыз. Нөмерлеп көреміз бірінші. Қарайық. Мынадан бастап нөмерлейтін болсақ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 углерод болады екен ұзын шынжырда. Егер мына төменнен бастап нөмерлейтін болсақ, яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 углерод болады. Демек, ұзын шынжыр былай кетеді. Мынау ұзын шынжыр болады. Енді қайсы тараптан нөмерлетуімізді тауып жіберсек болды. Мына углеродымыз бұл 1, 2, 3, 4 болады екен. Этил радикалы мына жақтан келетін болсақ, мына жақтан келсек, міне 4-те келеміз. қай деген тараптан болсақ нөмерлеспейді. Құлас этил кемінде 3-ке байланысқан болу керек. Пропил болса, яғни S3H7 ол кемінде 4-ші углеродқа байланысқан болу керек. Так, енді мына дәслепкі 3 уәкілінде не үшін изомерия күзетілмейді? Азыр соны түсіндіріп беремін. Так. Бірінші бұларды жайып жазып аламыз. SH4, C2H6, C3H8-де изомерия жоқ дедік. Енді міне метан бір углерод бар. Водородлардан қойып шығайық. Енді изомерия болу үшін формуласы кемінде қараң, изомерия болу үшін екі зат болу керек, сол екі заттың формуласы бірдей болу керек. Улума формуласы бірдей болу керек, жиналған формуласы, бірақ жайып жазсақ, екеуі улума басқаша болу керек. Жайғанда басқаша, жинасақ бірдей болу керек. Сол изомер болады. Енді мына жерде өзі SH4 деген органикада тек бір бірікпе бар. SH4-тен басқа бірікпе жоқ, бұған тура келеді. Соның үшін метанның изомері жоқ. Оны жайып жазсаңыз, міне мынандай қылып жазасыз, басқаша оны өзгертіп жаза алмайсыз метанды. Так, енді этанда екі углероды бар міне. С. Бұлардың водородларын қойып шығамыз. Бұлам сондай. Бұны да өзгертіп жаза алмаймыз. Өзі екі углерод бар. Мәселен, бұны қараң, төңкеріп жазатын болсақ, мәселен, бұлайына тігіне. Тігіне жазсаңасам, тап сондай. Бұлай горизонтал жазсағам, вертикал жазсағам, екеуінің улума farқы жоқ. Екі углерод өзара байланысқан болады. Мына жақта да екі углерод өзара байланысқан болады. Har bir углеродқа үшеуінен водород байланысқан. Мына жақта да тап сондай. Енді пропан.
Оны да жайып жазып көреміз. Міне. Енді бұдан бір тігіне жазып көрейік. Сөйтіп салыстырып көреміз. Мынау сондай. Үш углерод өзара байланысқан. Ізбез ең шеттегі екі углеродқа үшеуден водород байланысқан. Мынаяқта да сондай. Ортада углеродқа екі водород байланысқан. Екеуі де бірдей, ешқандай фарқы жоқ. Енді мұны және мынандай қылып жазсақ болады. Мәселен, мына ең шеттегі углеродты былай төңкерсек болады, қисайтып. Мынандай қылып. Бәрібір үшеуі де бірдей зат болады. Мынаған үш водород байланысқан. Ортадағына екі водород байланысқан. Шеттегісіне және үш водород байланысқан. Үш углерод өзара байланысып тұр. Ең шеттегі екі углеродқа үшеуден водород байланысқан. Ортадағысына екі водород байланысқан. Мынада да тап сондай. Соның үшін пропанның, этанның, метанның изомерлері жоқ. Бутанда болса міне изомер болады. Яғни бутанның екі түрі болады. Біреуі нормал бутан, біреуі екі метил пропан. Ал сол бутаннан бастап ізінің хаммесінде изомер болады. Уже углеродтың саны үлкейген сайын изомердің саны көбейіп бара береді. Так, енді С5, яғни пентанның изомерін шығарып көрейік. С5H12. Так, бірінші хамме углеродларды ізбез бір тегістілікте жазып аламыз. Водородларын жазып отырмаймыз. Так, міне, бұл нормал пентан. Енді екіншісін шығарамыз. Ұзын шынжырды қысқартырамыз, яғни ұзын шынжырымызда 5 углерод бар еді. Бір углеродты алып, радикал қылып жібереміз. Ортадағы углеродтардың біреуіне сөйтіп, ұзын шынжырымызда 4 углерод қалады. 1, 2, 3, 4. Енді бағана айтып едік, метил радикалы дедік. Мына жерден бір углерод шығаратын болсақ, бір углеродта бар радикал бұл метил. Метил радикалы кемінде екінші углеродқа байланысқан болу керек деп айтып едік. Демек, ол метилді я мынаған қоюымыз керек, я мынаған қоюымыз керек. Мынаған қоя қоямыз. Міне. Енді соны атап жібереміз. Систематик номенклатура бойынша. Радикалымыз шеп тарапқа жақын, шеп тараптан бастап нөмерлейміз. 1, 2, 3, 4. Енді атаймыз. Екінші углеродқа метил радикалын байланысқан 2 метил. Ұзын шынжырымызда 4 углероды бар. 4 углероды бар алкан бұл бутан. Демек, бұл 2 метил бутан болады екен. Енді мына екінші углеродқа байланысқан метил радикалын 3-ке қойып көреміз. Қарақ. Осы жерде жақсылап ітібар бересіздер. Мынаған көшіреміз. Осыған көшірген уақытымызда бұл 3 метил бутан болып есептелінбайды. Енді нөмірлі өзгеріп кетеді бұйырды. Мынаяқта шептен бастап нөмірлік себебі радикал шепке жақын. Ал мына жақта болса радикал оңға жақын. Оңнан бастап нөмірлесек 1, 2 болады. Екінші углеродта метил жайласқан, 2 метил, бұлам 4 углерод бутан, яғни 2 метил бутан болады. Тап міне мына затпен бірдей болып қалады. Демек, біздер мынаны шығаратын болсақ, бір затты 2 мәрте жазған боламыз. Ондай қыла алмаймыз. Енді не қыламыз? Онда енді ұзын шынжырымызды қайттан қысқартырамыз.
мына жақтан қайттан бір углеродты алып, бір метил радикалын алып, қайттан ортаға көшіріп жазатын болсақ, міне. Және бір ағамыздан кейін ұзын шынжырда 3 углерод қалады. Радикалдың біреуін төменге жібереміз, ал екінші радикалды болса жоғарына жібереміз. Енді атап көреміз, қайттан номерлеу керек. Бұл жерде міне екі радикал, екеуі де қақ ортада жайғасқан, қалаған жақтан бастап номерлейміз сонда. 1, 2, 3. Енді атайтын болсақ, екінші углеродымызда екі дана метил радикалы жайласқан. Демек, бұны 2, 2. Екеуі де метил болған үшін бұны диметил дейміз. Диметил. Ұзын шынжырда 3 углерод, демек, ол пропан. Пропан. Так, демек, бұл 2 диметил пропан болады екен. Енді бұдан басқа пентаннан изомер шықпайды. Себебі бізде мына радикалдардың орнын көшіре алмаймыз. Өзі 2-де жайласқан. Мыняққа көшіретін болсақ, 1-ге көшіп кетеді, һәм бұл ұзын шынжырға өтіп, мынаяқтағылардың біреуін қайталап жібереді. Ұзын шынжырды және қысқарта алмаймыз. Қысқартатын болсақ, мынаны ұзын шынжырды 2 углерод болып қалады. Кейін ол радикалымыз көшіретін болсақ, қайттан бір жерге мынаяқтағын екеуін біреуін қайталап жібереді. Қоллас айтқанда, изомер шығу үшін ұзын шынжырда ең кемінде мынандай 3 углерод жайласқан болу керек. Так, демек, пентаннан 3 изомер шығады екен. Бұлар міне нормал пентан, 2 метил бутан, һәм 2 диметил пропан. Енді сәл үлкенлеу уәкілін жазып көреміз. С7-ге жазып көрейік. Яғни гептанға. С7 H16 гептан. Бірінші 7 углеродты ізбез жайластырамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Бұл нормал гептан болады. Енді ұзын шынжырымызда қысқартырамыз. Бірінші бір радикалды аламыз. Ұзын шынжырда 6 углерод қалады. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді сол радикалымызды мына 2-ден басылап қойып шығамыз. Номерлейміз енді. Шептен басылап 1, 2. Атайтын болсақ, 2 метил, ұзын шынжырда 3, 4, 5, 6 углерод гексан болады. Енді үшіншісі. Енді мына радикалдың орнын өзгертеміз. 3-ке көшірсек болады. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мына жерге қойсақ, бұл шеп тарапқа жақын болады. Соның үшін шеп тараптан бастап номерлейміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бұл 3 метил гексан. Енді мына радикалды қайттан көшіп көреміз кейін углеродқа. Бұл 4-ші болады. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бұны енді мына жерге көшіреміз ізіндегіне. Енді бұл жерде номерлеу өзгереді. Себебі мына радикал шеп оң тарапқа жақын. Оңнан бастап номерлейтін болсақ, 1, 2, 3 болады. Яғни 3 метил гексан. 3 метил гександы мына жерде жаздық. Демек, бұны өшіреміз сонда. Қайталанып кетеді. Так, енді радикалды біздер метил радикалын көріп болдық. Мәселен, мына 3-ке қойғаннан кейін қайттан мына жерге қойсақ, бұл 2 метил гексан болып, мынаны қайталап жібереді. Сонымен метил радикалын
тауыстық. Енді ұзын шынжырды қайттан қысқартамыз. Қысқартатын болсақ, енді ұзын шынжырда 5 углерод қалады. 1, 2, 3, 4, 5. Демек, ұзын шынжырда 5-еу қалғаннан кейін радикалымыз 2 болады. Бұл радикалдың біреуін мына жерге қояйық, екіншісін төбесіне қояйық. Шеп тараптан бастап номерлейміз енді. 1, 2, 3, 4, 5. Так, 2-де 2 радикал бар. Бұл 2 диметил 5 углерод болса пентан. Енді мына 2 радикалды екеуінен 3-ке көшіреміз. Сонда 3 дегені шығады. 5-шісі. 1, 2, 3, 4, 5. Мынаған бірін төменге қоямыз. Сонда қалеген тараптан бастап номерлейміз. Себебі радикалы қақ ортада жайласқан. 1, 2, 3, 4, 5. Бұл 3 диметил пентан болады. Енді мына 2 радикалды қайттан кейін ізіндегісіне мынаған көшіретін болсақ, енді қараң, оң тараптан бастап номерленіп 2 диметил пентан болады. Яғни мына 4-ші жазғанымызды қайттан қайталап жібереміз. Енді онда бұл радикалларды енді екеуінен бір углеродқа емес, екеуін басқа углеродтарға қоямыз. Радикалдың біреуін мынаған қояйық, екіншісін мынаған қояйық. Шептен бастап номерлейміз. 1, 2, 3, 4, 5. Бұл 2, 3 диметил пентан болады. Енді радикалларды 2-3 көрген болсақ, енді 2-4 қыламыз. Бұл 7-шісі болады. 1, 2, 3, 4, 5. Біреуін мынаған қоямыз, екіншісін мынаған қоямыз. Сонда бұл жерде қалеген тараптан бастап номерлейміз. Радикаллар бірде аралықта. Мынаяқтан келсек 2-ге келеміз, мынаяқтан келсек 2-ге келеміз. Мұнан шептен бастап номерлей берейік. 5. Бұл 2, 4 диметил пентан. Енді 8-шісі. Қазір мына радикалды енді мынаған көшіретін болсақ, оң тараптан бастап номерлеп кетіледі, себебі радикаллар оң тарапқа жақынлау болады. Оны номерлегеннен кейін 2-3 болады да, 2-3 диметил пентан болып, жаңағы мынаяқта 6-шы жазғанымызды қайталап жібереміз. Демек, енді этил қылып шығарамыз енді. Яғни радикалларды өзара бір қосып тұрып, этил радикалына айландырамыз. Мен бағана айтып едік, этил радикалы кемінде 3-ші углеродта жайласу керек дедік. Міне 3-ші углерод қақ ортада жайласқан. Мынаяқтан келсек 3 болады, мынаяқтан келсек 3 болады. Осы жерге этилді қойып жібереміз. Енді ұзын тізбек табуымыз керек. Ұзын тізбек 1, 2, 3, 4, 5. Ал төменге қарай кететін болсақ, 1, 2, 3, 4, 5. Мынаяқтан келсек 1, 2, 3, 4, 5. Демек, ұзын тізбекті былай асаған болады, былай асаған болады, қалесек былай асаған болады. Енді бізге былай тізбе жайласқан, бір тегісте жайласқан углеродтарды ұзын шынжырдай басып қолайлы. Соның үшін мынаны ұзын тізбек деп ала береміз. 4, 5. Бұл болса этил болып есапланып,
атайтын болсақ, 3 этил пентан болады. Енді бұл этилдің орнын өзгерте алмаймыз. Себебі мына 2-ге қоятын болсақ, ұзын тізбегіміз өзгеріп, мына жақта жазғанымызды қайталап жібереміз. Мәселен, соны бір көрейік қазір. Мына этилді мынаған өзгертіп көреміз, атап көреміз. 2, 3, 4, 5 болады. Мынандай болады. Енді ұзын тізбегіміз қараң, 1, 2, 3, 4, 5. Ал бұл аяқтан санайтын болсақ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 болады. Демек, ұзын тізбек мынау болады бұл жерде. Енді радикал мынау болады. Бұл радикал мына жаққа жақын. Мына жаққа қарағанда. Мына жақтан бастап номерлейміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6 болады. Атайтын болсақ, 3 метил гексан. 3 метил гександы біздер мына жақта жаздық. Міне. Үшінші болып жазғанбыз. 3 метил гексан. Соның үшін этил радикалы кемінде 3-те тұру керек. Енді бұл жерден басқа этил шықпайды. Онда енді мынандай алсақ болады. Ұзын тізбекті қайттан қысқартамыз. 9-шысы. Сонда қайттан қысқартсақ, ұзын тізбекте 4 углерод қалады. Енді ол 4 углеродты алатын болсақ, 3 радикал болу керек себебі. Себебі углеродтың саны 7 еді кептанда. 7-інің 4-еуі ұзын тізбекте, 3-еуі радикалда. Сол 3 радикалды мына ортадағы 2 углеродқа жайластырамыз. Мына углеродқа 2-еуін қояйық, мынаған 1-еуін қояйық. Енді бұл жерде шептен номерлейміз, себебі мына шеп тарапта радикал көбірек. 1, 2, 3, 4. Сонда атайтын болсақ, 2, 2 диметил, 2, 2, һәм 3 триметил болады. 2, 2, сөйтіп 3-те, һәммесінде метил жайласқан үшін триметил. Ұзын тізбекте 4 углерод, бұл бутан болады. Бутан. Содан басқа шықпайды. Себебі мына углеродты мынаған көшіретін болсақ, мына оң тарапта радикал көбірек болып, оңнан басап номерленеді, сөйтіп қайттан 2, 2, 3 болып қайталап жібереді. Сондай, мәселен мына жерде қайттан ұзын тізбекті қысқартамыз деп, мына радикал мына углеродтан радикалға жіберетін болсақ, мынандай қылып. Сонда ұзын тізбекте 3-еуі қалады. 3-еуі қалған болса, бізде демек 4 радикал шығу керек. Ол 4 радикалды мына ортадағы углеродқа бәрін қоя алмаймыз. Өзі бір углеродтан 4 қол шығу керек. Азыр 4-еуін қоятын болсақ, 4 радикалды мынандай қылып. Углеродтан 6 қол шығып кетеді. Соның үшін бұдан басқа шықпайды. Демек, гептаннан 9 дана изомер шығады екен. Осындай қылып алканларда изомер шығарамыз. Демек, түсінікті болған болса, енді алканлардың алынуына өтеміз. Алканлардың алынуы. Так, алканлардың алынуы. Алканлардың алынуында алымның атлары менен аталатығын реакциялар көп. Яғни, мәселен, қайсыдыр бір реакцияны бір алым ойлап тауған болса, органик химияда сол алымның атына қойылады. Яғни, жаңа ойлап тауған реакциясына сол алымның аты қойылады. Көпшілік органикалық бірікпелердің алынуы сол алымның атларымен айтылады. Енді бұл жерде бірінші реакциямыз бұл Вюрц реакциясы. Яғни сол реакцияны Вюрц деген алым ойлап тауған. Так, енді Вюрц реакциясында бізге не керек болады? Вюрц реакциясында бізге
алканның галогенлі бірікпесі керек болады. Яғни бір алканға бір дана галоген біріккен болу керек. Сол бірікпеге натрий металын қосамыз, сол уақытта бізде алканлар пайда болады. Мәселен, алканның галогенлі бірікпесі деп метанның хлорлы бірікпесін аламыз. Бірақ бұл галогенлі бірікпеде тек бір дана галоген болу керек. Егер галогеннің саны бір емес, екеу я үшеу болып кететін болса, одан алкан емес, басқа органикалық бірікпелер пайда болып кетеді. Демек, міне метан CH4 болады. Енді бұның галогенлі бірікпесін шығаруымыз үшін сол галоген водородтың орнына бірігу керек. Водородтың орнына бару үшін метаннан бір водородты шығарып жібереміз. Сонда бұл CH4 емес CH3 болады. Һәм сол кеткен водородтың орнына хлор келеді. Міне мынау алканның галогенлі бірікпесі, яғни бұның аты хлор метан болады. Енді сол хлор метанға натрий қосамыз. Натрий металын қосамыз. Енді бізге қараң, бұл Вюрц реакциясын алып баруымыз үшін бізге мына хлор метан, яғни бұны монохлор метан деп айтсақ болады, сол монохлор метаннан бір данасы жетпейді. Бізге осының екі данасы керек. Монохлор метаннан екеуі керек. Оның екіншісін мына жаққа жазамын. Төңкеріп жазамын соны. Яғни мынандай қылып. Мынандай алып жазсаң болады, мынандай алып жазсаң болады. Енді бұл жерде төңкеріп жазсақ, түсіндіруге қолай болады. Енді бізге және екі натрий керек. Яғни екі хлорлы бірікпе керек, екі дана натрий керек. Бұл жерде қараң. Сол жерде және бір айтып кетемін сіздерге. Органик химияда реакцияларды сіздер тек қана құр ярлап қоятын болсаңыз, ол ярғыстан шығып кетеді. Реакцияның механизмін түсінуіңіз керек. Органик химияда реакциялардың дерлік хаммесі механизм бойынша барады. Құрдан құры бірігіп, құрдан құры тарқалып кетпейді реакциялар. Анық бір механизм бойынша барады. Сол механизмін түсініп алсаңыз, реакцияларды ярлауыңыз шарт емес. Енді бұл жерде механизм қандай? Бұл жерде механизм мына натрий екі хлорды біріктіріп алады өзіне. Яғни мына жерден натрий хлорид шығарып жібереміз. Мына жерден екі натрий, екі хлор, яғни екі дана натрий хлорид пайда болады. Асты жүр. Плюс енді бізде не затлар қалды? Бізде қалды. Мына жақта CH3 деген радикал қалды, мына жақта да CH3 деген радикал қалды. Осы радикаллар өзара қосылады. Яғни CH3, CH3. Бұны жинайтын болсақ, C2H6, яғни этан пайда болады. Міне осындай. Вюрц реакциясы осы механизм бойынша барады. Так, енді және біреуін көреміз. Міне мынау бұл хлор пропан. Сол хлор пропанға натрий металын қосамыз. Бізге хлор пропанның біреуі жетпейді дедік, және біреуі керек, онан төңкеріп жазамыз қайттан. Хлор С, H3, H2, H2. Енді мына жерде мына екі хлор сөйтіп, мына жерде екі дана натрий хлорды пайда етеді дедік. Натрий хлор екі дана сөйтіп
Мына қалған радикаллар өзара қосылып кетеді. Бұл екі радикалды қосатын болсақ, CH3, CH2, CH2. Мына жерге дейін жаздық. Үстіңізіне мынаны қосып жазып жібереміз. Бұл міне CH2 болып басталады. CH2 және CH2 және CH3. Бұның аты міне 6 углероды жайласқан, бұл гексан. Міне осындай Вюрц реакциясы. Енді қараңыз, сәл құрамалылығын көреміз. Енді водородларын қойып отырмаймын. Міне. Бұны атайтын болсақ, міне ұзын тізбек, ұзын тізбекте 3 углерод бар. Хлор екінші углеродқа байланысқан, бұның аты 2 хлор пропан. Соған натрий қосамыз. Осының өзінен қайттан төңкеріп жазамыз. Хлор, С, мынаяқта және бір С. Мына жерден натрий хлорид пайда болады. Натрий хлорид плюс мына екі радикалды өзара қосамыз. Бұл екеуін өзара қосатын болсақ, С, мына углерод, одан кейін мына углерод, С, төменде радикалы бар. Үстіңізінен мынаны қосып жібереміз. С, төменде міне радикалы бар, С, мынаяқта және бір углерод. Бұны енді атайтын болсақ, 2, мынау 3-ші углерод. 2, 3 диметил бутан. 2, 3 диметил бутан. Енді одан ұзынлау, құрамалылау біреуін көреміз. С дейік. Және С, сөйтіп, мына жерде хлор болсын. Енді берді хлор болу шарт емес, мәселен, броман болуы мүмкін, йодан болуы мүмкін. Енді мына жерге бір радикал қояйық. CH3. Енді сөйлі даққатпенен қарайсылар, соған натрий қосамыз. Плюс төңкеріп жазамыз енді соны. Төңкеріп жазғанда қараң. Біздер азыр мына жерден натрий хлорид шығаруымыз керек. Берді енді асықпай тұрамыз. Қараң, өздерімізге қолайластырып жазып алсақ, жүдә жақсы һәм түсінікті болады. Ал жазып кетпейсіз. Бұны енді қалай қолайластырып аламыз? Қараң. Қазір мынаны өшіріп тұрамын. Қараң, мына жерде біздер екі тараптағы радикалды қосып жіберуіміз керек қой бір-біріне. Мына жақтағы мен мына жақтағы радикалды бір-біріне қосуымыз керек. Қосуымыз үшін мына галоген, яғни хлор, ең шетте жайласқан болу керек. Қазір мына жердегі мына хлорды шетке өткеріп аламыз. Я мына шетке, я мына шетке. Бізге мына оң тарапта тұрғаны қолай. Себебі оң тарапта тұратын болса, мына жақтағы менен қосып жіберсек, түсінікті болады. Анық көрініп тұрады, қай жерге зат біріккен. Онда мынаны оң тарапқа өткереміз, яғни қараң. Қалай өткереміз бұны? Мына хлор менен мына тараптағы мына радикалдың орнын алмастырамыз. Яғни мына углерод бар, осы углеродқа біріккен мына тараптағы радикал мен мына тараптағы хлор екеуінің орнын алмастырып жібереміз. Алмастырғанымызбенен мына органик бірікпенің аты өзгеріп қалмайды. Сонда қараң, С, мына хлорды мынаяққа өткердік. Яғни хлор мына жерде тұрады, ал мына радикал болса мынаяқта тұрады. Яғни С, мына углерод, бұған екі радикал біріккен. Сол радикалдың біреуін мынаяққа жазайық, біреуін мынаяққа жазайық. Екеуі бір зат. Мәселен, атайтын болсақ, мынаяқтан бастап нөмірлейміз ғой.
Мына жерден бастап номерлейміз. 1, 2, 3, 4, 5 болады. Атайтын болсақ, 2-де метил тұрыпты, 2 метил, 3 хлор, пентан болады. Мынау сондай. 1, 2, яғни 2 метил, 3 хлор, пентан. Сондай қылып, өздеріңізге қолайластырып жазып алсаңыз, мынаяқтан шығатын затты табу қолай болады. Яғни галогенді ең шетке өткеріп аласыз. Тек мына углеродқа біріккен радикал мен хлор орын алмастырып жібересіз болған. Енді мынаған натрий қосамыз енді. Осыны төңкеріп жазамыз. Хлор, С, мына углерод, оның төменінде С, мынаяқта біреуі, мынаяқта бір углерод бар, мынаяғында және 2 углерод бар. Енді так, мына жерден натрий хлор шығады. Натрий хлор. Ал енді мынаяқта қалған 2 радикалды өзара қосып жібереміз. Яғни мына радикал менен мына радикалды өзара қосамыз. Сонда С төменінде біреу, мынаяғында және бір углерод, мынаяғында және бір углерод бар. Мынаны жазып алдым. Соған енді мынаны қосу керек. Так, мына углерод, мына углеродқа міне изопропил деген радикал, мынау изопропил радикалын енді қараң. Аз төменге жазсақ неге тығылып қалады да, соның үшін жоғарына жазамын. Төменде тұрды не, жоғары тұрды не, екеуі де бәрі бір зат. Мынаның мынаяғында және 2 углерод бар. Міне, жазып алдық. Енді бұны номерлеп ата жіберсек болды. Мынау изопропил радикалы, изопропил. Мынау сол изопропил. Изопропиллардың екеуі де бірдей аралықта, яғни мынаяқтан келсек 3-те келеміз, 3-4 болады, мынаяқтан келсек 3-4 болады. Қалеген тәрептен бастап номерлейміз, сонда шептен бастап номерлей береміз. 2, 3, 4, 5, 6. Атасақ 3, 4. Изопропилдан екеуі бар, яғни диизопропил. Ұзын тізбекті 6 углерод, гексан. Міне, Вюрц реакциясы осындай болады. Енді қараң, біздер қазір тек ғана бір дана хлорлы бірікпе, яғни бір дана галоген алканнан бір дана алкан пайда етіп жатырмыз. Енді сіздерге мынандай берілуі мүмкін. Бір дана галоген алкан емес, 2 дана, ямаса 3 дана галоген алканның араласпасы берілуі мүмкін. Сол араласпаға натрий металы салынғанда қандай алканлардың араласпасы пайда болады деп сұрауы мүмкін. Енді қараң, алканлардың араласпасынан енді алканлар пайда етеміз. Так, бірінші аңсатылуын көрейік, яғни монохлор метан һәм монохлор этан екеуінің араласпасына натрий қосып көреміз. Екеуінің араласпасы бар міне. Осы араласпаға натрий қосамыз, екеуіне де қосамыз, мынаған һәм мынаған қосамыз. Төңкеріп жазамыз сөйтіп. Хлор SH3, хлор SH2, SH3. 2 дана натрий, 2 дана натрий. Мына жерден натрий хлорид пайда болады. Плюс мына жақтағы SH3, мына жақтағы SH2 қосылады. Сонда SH3, яғни этан пайда болады. Этан. Енді мына жақта, мына жерде натрий хлорид шығады, 2 дана.
плюс. Ал мына радикалдарды өзара қосып жіберуіміз керек. Сонда төменірекке жазамын. SH3, SH2, 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 SH3. Бұл бутан. Енді міне екеуін шығардық. Бұдан және біреуі шығады. Қараң. Біздер азыр араласпадан шығаратпыз ғой. Шығарған уақытта бірінші міне өзінен өзін шығарып алдық. Яғни тек өзлеріне натрий қосып шығарып алдық. Енді қараң. Өзара және біреу шығады. Бұл қандай болады? SH3 хлор, натрий қосамын соған. Плюс енді қараң, мынаны жазбаймыз енді. Оның бір тарапіне мынаяғына. Мына монохлор этан кеп қосылады мынаған. Яғни енді өзара бір қосылып, қайттан басқа бір алканды пайда етеді. Хлор SH2, SH3. Яғни қараң, бірінші өзінен өзін шығарып аласылар. Яғни сол хлорлы бірікпенің өзін натрий қосып, соның өзін қайттан мынаяққа екіншісін жазып, төңкеріп жазып, радикалдарын қосып алкан шығарасыз. Мынадан сонда екіншісіне тап сондап шығарасыз, өзінен өзін. Өзінен өзін шығарып болғаннан кейін екі мына хлорлы бірікпенің екеуін қосып, өзара және біреуін шығарамыз. Сонда екі натрий аламыз, мына жерден натрий хлорид шығып кетеді. Плюс мына жақтағы радикал менен мына жақтағы радикал екеуі қосылып, сонда SH3, мынау SH2, SH3. SH2, SH3. Бұл пропан болады. Пропан. Демек, міне бізде екі хлорлы алкан, яғни екі хлор алкан бар еді, монохлор алкан араласпасы, соған натрий қосқан уақытымызда бізде үш түрлі алкан пайда болды. Яғни бұның біреуі этан, біреуі бутан, біреуі пропан. Екі араласпадан үш дана алкан пайда болады екен. Енді және біреуін көреміз, соған мысал етіп. Бұның енді водородын жазып отырмаймын. Екі хлор пропан һәм екі хлор бутан. Осы екеуінің араласпасына натрий металын қосып көреміз. Бірінші мынаған қосамыз, кейін мынаған қосамыз. Төңкеріп жазамыз енді. Плюс хлор С. Плюс хлор С. Екі натрий, екі натрий. Енді бүйірден мына жерден натрий хлор шығады. Мына жерден натрий хлор шығады. Мен ол натрий хлор жазып отырмаймын. Бізге ең главный органикалық бірікпе керек. Так, бірінші өзінен өзін қосып, міне радикаларын біріктіріп жіберіп, алкан пайда етеміз. Сонда С төмен радикалы бар. Бізде мынаяқтағын қосамыз. С төмен радикалы бар. Мынауым сондай. Так, С төменді радикал. Одан кейін мынаяқтағын қосамыз. С төменді радикал. Мынау, бұны атайтын болсақ, жоғарыдағы 1, 2, 3, 4 болады. Сонда 2, 3 диметил бутан. Төмендегі болса, бұнан қалеген тараптан бастап нөмірлейміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4 диметил гексан болады. Гексан. Енді
міне өзіне өзін қосып екі алканы шығардық. Енді өзара қайттан біреуін қосамыз. Так, şu жерде жақсылап айтып бересіз. Қараң, мына жерде бір хлор алканының бас беті менен екінші хлор алканның із бетін қосып жібересіз. Міне мынаның бас беті һәм мынаның із беті екеуін қосып, және біреуін шығарамыз. Сонда үшіншісі бұл міне мынаны жазып аламыз. Яғында хлор бар. Соған натрий қосамыз. Ізіне мынаны қосамыз енді. Так, бұны төңкеріп жазсақ, міне хлор, төменінде және С. Бұдан мына жерде натрий хлорид шығады. Екі тараптағы радикалдарды қосып жіберсек, төменде радикал Бұны атаймыз енді. Так, 1, 2, 3, 4, 5, сонда 2, 3 диметил пентан болады. Пентан. Міне осындай егер екі дана хлорлы монохлор алканның араласпасы берілсе, бірінші бағана айтқанымыздай өзіне өзін қосып, екеуін шығарып, кейін өзара қосамыз. Өзара қосқан уақытта біреуінің бас беті мен біреуінің із бетін екеуін қосып жіберсеңіз, сол жерден және бір алкан пайда болады. Так, міне осы Вюрц реакциясы болады. Так, енді екінші реакциямыз Дюма реакциясы. Так, Дюма реакциясы да анық бір механизм бойынша барады. Так, бұның үшін бізге не керек? Дюма реакциясын бұл алып баруымыз үшін бізге керек болады тойынған карбон кислотаның дозына сілті қосуымыз керек болады. Яғни тойынған карбон кислота дегені бұл ұлыма формуласын жазып беремін сіздерге. Радикал болады, тойынған радикал, һәм оның өзінде СО метал болады. Міне сол карбон кислотаның тұзы. Енді сол тойынған карбон кислотаның тұзына қосамыз, сілті қосуымыз керек. Мына жерде қандай метал болса, сондай метал қосамыз. Енді мына жерде екі түрлі металым болуы мүмкін. Ондай уақытта мынаяқтан араластыру шығып кетеді. Яғни бірдей метал болып беріледі. Көбінесе есапларда екеуі екі түрлі металым болуы мүмкін. Енді бұл жерде қараң, не шығады, қандай механизм болады. Сол жерде жақсылап айтып беріп қалам. Міне мына жерден металдың карбонатын шығарамыз. Яғни, міне мынау бір валентлі метал. Екеуін бірдей метал деп ойлап жатырмыз. Екеуі де бір валентлі метал. Мына жерде металымыз екеу болса, бұны метал 2 деп жазамыз. Метал 2. Углерод міне мына жерден бір углерод. Енді кислородымыз 3. Міне 1, 2, 3. СО3. Яғни мына жерден домалақ қылып қойған жерінің ішінен сол металдың карбонатлы тұзы шығады. Плюс мына тарапта радикал қалды, мына тарапта водород қалды. Сол радикал менен водородты өзара қосып жібереміз. Яғни радикал H болады. Енді қараң, радикалға водород қосылатын болса, бұл жерден алкан пайда болады. Мәселен, мына радикалымыз метил болатын болса, SH3, оған водород қоссақ, бұл SH3, SH4 болады, яғни метан пайда болады. Міне осы механизм бойынша барады Дюма реакциясы. Мына шетке жазып қоямыз. Плюс
RH. Енді қазір мына радикалдың орнына бір радикалды қойып реакция жазып көреміз. Мына радикалымыз мәселен ең кіші радикал алып көрейік. Бірінші SH3 метил радикалы. Бізді СО мына жердегі металды натрий деп алып көреміз. Натрий плюс соған натрий гидроксид қосамыз. Енді міне мына жерден натрий карбонат пайда болады. Яғни міне натрий 2, натрий 2, углеродтың 1, С, кислород 3, 1, 2, 3. О3 болады. Яғни натрий карбонат. Плюс мұнияқтағы SH3-ке мұнияқтағы водород қосылып, SH4, яғни метан пайда болады. Так, енді мына радикалды өзгертіп және біреуін жазып көреміз. Мәселен, С2H5 СО калий деп көрейік. Плюс оған калий OH қосайық. Так, мына жерден калий карбонат шығады. Калий 2 СО3 на С2H5-ке мұнияқтағы H қосылып, С2H6, яғни этан пайда болады. Так, енді және біреуін көреміз. Тармақланған уәкілін көрейік енді. SH3, мынау SH, мынау СО натрий деп алайық. Мынау жайып жазылған сол карбон кислотаның натрийлі тұзы. Соған натрий OH қосамыз, натрий OH. Так, мына жерден натрий карбонат пайда болады. Натрий карбонат, натрий 2 СО3 плюс мына тәріптегі водород мына жерге кеп бірігеді. Яғни қараң, қай жерден СО натрий деп шығарып жібереміз, мұнияға қосып. Сол СО натрий кеткен жерге водород барып қосылады. Мына жерде бір қолы бар ғой, мына углеродтың. Сол қолын мына углерод ұстап тұрып еді. Сол углерод шығып кеткеннен кейін соның орнына водород барып қосылады. Сонда SH3, міне мына углерод, одан кейін SH еді, мынау төменде радикал бар еді. SH3. Мұнаған бір водород барып қосылғаннан кейін SH2 болады. Бұл міне былай кетіп, бұл пропан болады. Пропан. Міне осы Дюма реакциясы. Енді түсінікті болған болса, кейінгі реакцияға өтеміз. Кейінгі реакциямыз бұл Кольбе реакциясы. Кольбе реакциясында Вюрц реакциясына аз-маз ұқсап кетеді. Так, Кольбе реакциясында бізге не керек болады? Кольбе реакциясында бізге тоянған карбон кислотаның тұзы керек болады. Жаңағы Дюма реакциясындағыдай тұзы керек болады. Сөйтіп, сол тұздың ертпесі керек. Яғни, тоянған карбон кислотаның ертпесі керек, сол ертпені электролиз қыламыз. Сол уақытта алкан пайда болады. Енді сол жерде жақсылап ытыбар бересіздер. Сол реакцияда көпшілік алжасады. Бірінші бұның механизмін жазып беремін мына жерге. Так, демек, тоянған карбон кислотаның тұзы керек. Бұның үшін мына жерде радикал, жаңағыдай СО металл деп аламын. Әр түрлі металл болуы мүмкін, көбінесе сілтілі металлар болады бұл жерде. Осының ертпесін электролиз қыламыз. Енді ертпе болғаннан кейін ол жерде суам қатынасады. Электролиз. Так, енді ұзынлау жазамыз.
Аз қара, мынанам өзімізге қолайластырып жазып алайық мына судан. Суды HOH деп жазсақ қолайлау. Так, енді қараң, мына жерде бізге мына тұздан 2 молекула керек, суданам 2 молекула керек. Так, қараң, мына жерде міне 2 дана металл бар, 2 дана HOH, яғни су бар. Міне мына жерден металл OH шығады, яғни сілті пайда болады. Так, металл OH. Енді мына жақта 2 металл болғаннан кейін, мына жақта 2 OH болғаннан кейін, сыра 2 дана металлдың гидроксиді пайда болады. Плюс мына жерден үзіледі. Мына жерден үземіз. Үзген уақытта қараң, мына жерден үзілді. Мына жерден үзіліп жатыр. Мына үзілген жерде мына жақтағы металл мен мына жақта OH-ты қосып, металл OH шығардық. Мына жерден үзіліп, мына жақтан үзіліп, мына жерде SOO қалады. Бұл SOO дегеннен SO2 шығарамыз. Енді SOO-дан 2 бар, демек сыра 2 дана SO2 пайда болады. Сөйтіп, мына жерден үзген уақытымызда мына жақта H қап қойды. Бұл H дегеннен міне 2 данасы бар. 2 дана H қосылып, бізде H2 пайда болады. Сөйтіп, плюс, енді бізде не қалды? Бізде радикал қалды. Бұл радикалдан міне 2 бар. Сол 2 радикал өзара қосылады да алкан пайда болады. Мәселен, мына радикалымыз H3 болатын болса, сол 2 H3 өзара қосылып, H3 яғни C2H6 этан пайда болады. Міне осы механизм бойынша барады Кольбе реакциясы. Так, енді мына жерге радикалдың орнына бір радикалды қойып жазып көрейік. Так, SH3 қойып көрейік. SH3 жағын мына жақта көрдік. Маңызды болып қалады да. Соның үшін C2H5 көреміз. C2H5 SOO натрий дейміз. Плюс HOH. Соны электролиз аламыз. Электролиз. Мынадан 2 дана керек, судан 2 дана молекуласы керек. Енді, так, мына жерден үземіз дедік. Мына жерден үземіз дедік. Сөйтіп, мына жерден натрий мен OH қосылып, натрий OH пайда болады. Натрий OH. Мына жерден үземіз дедік. Үзген уақытымызда мына SOO деген SO2 шығады, плюс мынадан 2 дана, мынадан 2 дана. Плюс мына жақтағы H нердің үзілгеннен кейін мына жақта H қалды, H-дан 2 бар. Сол 2 H қосылып H2 пайда болады. Плюс одан кейін мына жақта бізде C2H5 қалды, сол 2 дана C2H5 бар. 2 C2H5 қосылып, енді мұны жайып жазсақ болады C2H5 дегенді. C2H5 жайып жазатын болсақ, SH3, SH2 болады. Олар өзара қосылып, бутан пайда болады екен бүйірдің бутан. Так, демек, міне Кольбе реакциясы осы механизм бойынша барады. Сол механизмді жақсылап түсініп алсаңыз, қалеген алканды мына жақтан пайда етуіңізге болады. Так, енді және айрым басқа реакциялар бойынша да алсақ болады. Міне бұлар біріншісі міне Бертолле реакциясы. Бұл Бертолле реакциясы анорганикалық, сол Бертолле деген ғалым ойлап тұрған, сол ғалым бірінші болып анорганикалық бірікпелерден, яғни анорганикалық затылардан метанды пайда еткен ғалым. Соның үшін осы реакция Бертолле реакциясы деп айтылады.
Яғни бұл Бертолле реакциясында углерод дисульфидке водород сульфид һәм мыс металын қосамыз. Соларды қосқан уақытымызда метан менен мыстың бір валентлі сульфиді пайда болады. Бұл сол анорганикалық бөліктерден метан алу реакциясы. Енді 5-ші реакциямыз бұл алюминий карбидтің гидролизі. Бұл алюминий карбидтің гидролизі бойынша лабораторияда метан алыну реакциясы деп айтсақ болады. Себебі лабораторияда көбінесе сол реакция бойынша метан алынады. Яғни бұнда алюминий карбидке су қосамыз, пайда болады алюминий гидроксид пен метан. Екіншісі крекинг. 6-ші реакциямыз бұл крекинг. Аз бұл крекингді жақсылап түсіндіріп беремін. Бірінші мына екі реакцияны айтып кетейік. 7-ші реакцияда углеродқа водород қосып метан аламыз. Кейінгіде болса мына иіс газына водород қосылған, һәм бұл жерде мына водород кислородтың орнына барады, һәм H4 пайда болады. Сөйтіп сол водород пен кислородтан қосылып H2O пайда болады. Енді бізде тек крекинг қалды, сол крекингнан түсіндіріп беремін, кейін физикалық, химиялық қасиеттеріне өтеміз. Қараң, крекинг дегені өзіне. Крекинг реакциясында үлкен молекулалы алканлардан кіші молекулалы алканларды аламыз. Яғни бізге үлкен молекулалы алкан берілген болады. Сол алканнан таза алкан аламыз, һәм бұнда қосымша түрінде және бір тойынбаған углеводород пайда болады. Бұл углеводород, бұл алкен. Яғни крекинг реакциясында бір дана таза алкан һәм алкен пайда болады. Бұны мынандай қылып жазып қоямыз. Крекинг. Бұнда бізге алкан берілген болады. Алканды қатты қыздырамыз. Қатты қыздырған уақытымызда одан таза алкан пайда болады. Плюс алкен пайда болады. Сол жерде айтып кетемін, алкендерде водородтың саны алканларға салыстырғанда 2-ге аз болады. Мәселен, алканымыз C2H6 болатын болса, соған тура келетін, яғни углеродтың саны соған тең болған алкен бұл C2H4 болады. Яғни алканнан алкеннің құрамындағы водородтың саны 2-ге аз болады. Енді азыр біздер бір углеводородтың изомериясын шығарып көреміз, крекинг қылып көреміз. С8-ді көрейік. Яғни ақтан. С8H10. Мынаяқта да беріліп болмаса, сол бойынша түсіндіріп кете алайын. Мына жерде қараң, жақсылап бар бересіз. Бірінші реакцияда ақтанды қатты қыздырамыз. Бұнда бірінші болып метаннан басылып шығарып шығасыз. Бірінші метан пайда болады. Мынаяқта 8 углерод бар. 8 углерод. Мынаяқта метан шыққаннан кейін мынаяқта 7 углероды болған алкен пайда болу керек. Яғни С7H14 болады. Алкеннің формуласын неге жазып қоямын? Алкендердің формуласы CnH2n. Яғни углеродтың санын 2-ге көбейтсек, водородтың саны келіп шығады. Бұл алкеннің формуласы. Яғни углероды 7, 2-ге көбейтсек, водородтың саны шығады, H14 болады. Енді бір жинап көреміз, бұны қараң. Углерод мына жерде 1, мынаяқта 7. Қоссақ 8 болады, бұл тура келді. Мынаяқта водород 4, мынаяқта 14. 4-ке 14 қоссақ, мына жерде қате кетіп қалған екен. Мына жерде водород 18 болу керек. Соны мына жаққа қайтадан жаза қояйық. Біріншісі С8H18. Бұнда бірінші метан шығарамыз. Плюс
С7H14 шығады. Міне углерод біреу 7 қоссақ 8 болады. Водород 4, 14 қоссақ 18 болады. Тура келді. Енді екіншісін шығарамыз. С8 қайттан H18. Енді бұнда метан емес, этан шығарамыз. Ізбе сөйтіп шығып бара бересіз. С2H6 плюс, енді бұл жерде углерод 8 болу үшін 6 углероды бар, алкен шығу керек. С6H12 болады. Қосатын болсақ 6, 2, 8 углерод, 12, 6, 18 водород болады. Үшіншісі С8H18. Енді пропан шығарамыз. С3H8 плюс 3 водород болғаннан кейін мына жақта 5 водород қалу керек. H10 болады. Енді төртіншісі С8H18. Енді бутан шығарамыз. H10 плюс мына жақтан 4 углерод болғаннан кейін 4 углероды болған алкен шығады. С4H8. Енді бесіншісі С8H18. Енді пентан шығарамыз. С5H12 плюс мына жерде 3 углероды болған алкен шығады. С3H6. Енді мынаны өшіріп тұрамыз. Алтыншы С8H18. Енді гексан шығарамыз. С6H14 плюс С2H4. Енді қараң, осы жерге келгенде тоқтайды крекинг реакциясы, себебі бұдан басқа мына жерде алкен пайда бола алмайды. Яғни өзі қараң, алкенлерде углеродтың саны ең минимум 2 болу керек. Оны алкен деген темада да айтамыз, не үшін екен? Алкенде углеродтың саны ең азы 2 болады. Бір углероды болған алкен болмайды. Демек, мына октаннан, яғни С8H18-ден 6 түрлі таза алкан һәм алкен алсақ болады екен. Яғни метаннан басылап гексанға шейін алуға болады екен. Осы крекинг реакциясы. Енді физикалық қасиетлері. Мына жерде метанның физикалық қасиетлері айтылған. Метанның физикалық қасиетлері. Метан реңсіз, иіссіз газ болады. Хауадан жеңіл болады. Себебі метанның емерін есептеп көретін болсаңыз, CH4 бұның емері 16. Хауадан сірә жеңіл. Хауаның емері 29. Хауадан жеңіл болады. Суда аз ериді. Алканларда молекуляр масса артуыменен суда ерушеңдік кемейеді деп жатыр. Яғни алканлардың емері үлкейіп барған сайын суда ерушеңдігі азайып барады деп жатыр. Қайнау һәм балқу температуралары болса, наоборот, артады. Яғни алканларда углеродтың саны үлкейген сайын емері де үлкейіп барады. Сол емері, яғни молекуляр массасы үлкейіп барған сайын, мына жерде айтып жатырды, міне суда ерушеңдігі кемейеді, ал қайнау балқу температуралары болса, артады. Нормал түзіліслі алканлардың қайнау температурасы өзінің тармақланған изомеріне қарағанда жоғары болады деп жатыр. Енді бұл не дегені? Мәселен, қараң. Бутанды алып көреміз. Міне бутан. Мынау нормал бутан. Ал мынау болса, оның тармақланған уәкілі. 2 метил пропан. Екеуі де бутан.
Мынау нормал бутан, мынау 2 метил пропан. Мына жерде айтылып атыпты міне. Нормал түзілісті алканлардың қайнау температурасы өзінің тармақланған уәкіліне, яғни изомеріне қарағанда жоғары болады деп отыр. Яғни нормал халаттағы алканлардың қайнау температурасы изомерлеріне тармақланған уәкіліне салыстырғанда жоғары болады. Мысалы, мына нормал бутан қайнауы мүмкін. Мысалы, енді бұл жерде тек түсіндіру үшін жазамын. Мынау 100 градус температурада қайнаса, тармақланған уәкілі 80 градуста қайнауы мүмкін. Нормал халатта тармақланған қарағанда жоғары болады. Так, енді мына жерде агрегат жағдайлары берілген алканлардың, яғни міне С4 метаннан басылап бутанға шеккен, бутанның өзі де кіреді. Сол метаннан бутанға шеккен агрегат жағдайы газ болады. Нормал шараятта. Бөлме температурасында. Бөлме температурасында апой шараятта метаннан бутанға шеккен газ болады. Пентадеканға шеккен сұйық болады. Ал гексадекан, яғни С16-дан басылап, ізінің хаммесі қатты агрегат жағдайында болады. Сол физикалық қасиетлері еді. Так, енді химиялық қасиетлеріне өтеміз. Так, химиялық қасиетлері делінгенде бұл жерде сол алканлардың реакцияға кірісу қасиеті назарда тұтылады. Бірінші, жану реакциясы. Қараңыз, жану реакциясында су затты ядролап қоясылар, har қандай органикалық зат жанған уақытында әрдайым карбонат ангидрид һәм су пайда болады. Ол қандай органикалық бірікпе болуынан қате нәзір 100% карбонат ангидрид һәм су пайда болады. Одан басқа және қосымша затлардан пайда болуы мүмкін, енді ол құрамына байланысты. Егер сол органикалық бірікпенің құрамында азот болатын болса, азот элементі болса, жанған уақытта азот газы ажыралып шығады. Һәм басқа және құрамындағы қосымшаларына байланысты. Бірақ әрдайым карбонат ангидрид һәм су пайда болады. Енді мына жерде метанның жану реакциясы берілген. Міне метан жанған уақытта, яғни кислородтың реакцияға кірісіп жанады. Сол уақытта карбонат ангидрид һәм су пайда болады, басқасы пайда болмайды. Өзі құрамында углерод һәм водород бар. Соның үшін углеродтан SO2 пайда болады, водородтан болса су пайда болады. Бұдан басқа зат пайда болмайды. Енді мәселен, этанды жағатын болсақ, С2H6, оны жандыратын болсақ, тап сол SO2 һәм су пайда болады. Алканлардың хаммесінен карбонат ангидрид һәм су пайда болады. Так, сондай. Енді сол жерде қараң. Сілерге керек болады есапларда ұлыма формуламенен жану реакциясын жазуды білуіңіз керек. Так, бірінші қараң, бір алкан берілген болады, мәселен, есапта белгісіз алкан деп айтады. Енді белгісіз алкан болғаннан кейін оны ұлыма формуласымен жазамыз. Алканның ұлыма формуласы CN H2N плюс 2. Оны жандыратын болсақ, кислород қосамыз. Сөйтіп пайда болады SO2 плюс H2O. Міне мұны ұлыма формуламенен жану реакциясы. Енді ұсыны теңлеу керек. Теңлеген уақытта мұна N-лардан басылып пайдаланып теңлейміз. Мұна жерде углеродтың саны N. Углерод теңлеу үшін мұняққа N қоямыз. Сонда углеродтарымыз тең болсын. Мұняқ тең болады. Мұняқта да N углерод, мұняқта да N углерод. Енді водородты теңлейміз. Водород мұна жақта 2N плюс 2. Мұняқта 2N плюс 2 дана водород болса, мұняқта да 2N плюс 2 болу үшін мұна жерге
n плюс 1 қоямыз. Яғни мына жерде 2 водород бар. Оның алдындағы коэффициентін көбейтеміз. Коэффициентін көбейтетін болсақ, 2-ні n-ға көбейтсек 2n болады. Плюс 2-ні 1-ге көбейтсек 2 болады. Сонда мына жақтағы водородтың сам 2n плюс 2. Мына жақта да 2n плюс 2 теңдеседі. Енді кислород теңдейміз. Кислород мына оң тарапта, мына жерде 2n кислород, мына суда болса, мына жерде 1 бар, сонда 1-ді n-ға көбейтсек 1n, плюс 1-ді 1-ге көбейтсек 1. Судың құрамында мына жерде n плюс 1 кислород бар. Енді мына оң тараптағы хамме кислородтарды қосамыз. 2n-ға n плюс 1-ді қоссақ, 3n плюс 1 болады. Демек, оң тарапта 3n плюс 1 кислород бар. Енді мына жақта да 3n плюс 1 болу үшін мынаның алдына 1,5n қоямыз. Плюс 0,5 қоямыз. Сонда 1,5n-ді 2-ге көбейтсек 3n болады. 0,5-ді 2-ге көбейтсек 1 болады. Мына жақтағымен теңдеседі. Міне мынау ұлыма формуламенен жану реакциясы. Так, енді екінші реакциямыз бұл галогенлеме реакциясы. Яғни бұл ғалымның атымен айтылады, Семенов реакциясы деп айтылады. Шунан ядлап қоясылар. Бұл реакция жақтылық нұры қатынасында барады. Мына жерде метанның галоген, яғни хлор реакциясы берілген. Бұл реакция 4 басқышта барады. Бірінші басқышымыз, екінші басқышымыз, үшінші, төртінші басқыш. Енді қараңыз, сол жерде кіріскен уақытта енді мына жаққа қараң. Бұны жақсылап мына жақта қайттан жазып түсіндіріп беремін. Бұларды өшіріп тұрамыз енді. Так. Міне H4. Соған хлор қосамыз. Енді қараң, хлорды түсіндіру үшін мынандай қылып жазамын, жайып жазамын. Хлор, хлор. Қараң, енді бұл жерде не болады? Бұл жерде бірінші басқышта мына бір хлор, мына метанның құрамындағы водородпен орын алмасады. Мына жақтағы бір водород, мына жердегі бір хлордың орнына барып, бұл жерде CH3 хлор пайда болады. Плюс мына жақтағы водород мына хлордың орнына келгеннен кейін, сол водород мына хлормен байланысып H хлор пайда болады. Яғни водород хлорид. Мына галоген алканның аты бұл монохлор метан деп айтылады. Яғни бір хлор болған үшін монохлор метан. Енді екінші басқышта сол монохлор метанға, H3 хлорға қайттан хлор 2 қосамыз. Хлор 2 дегенді қайттан жаңағыдай хлор деп жайып жазамын. Сөйтіп тап мына жақтағы механизм бойынша барады. Мына жердегі бір хлор мына жақтағы водородтың орнына барады. Сол водород хлордың орнына барады. Сонда мына жақтан және водород кететін болса, бұл енді CH3 емес, CH2 болып қалады. Сөйтіп мына хлор мына жаққа келіп біріккеннен кейін бұл жерде 2 хлор болады. Сонда хлор 2 плюс қайттан мына жақтағы водород мына хлордың орнына келсе, және H хлор пайда болады. Бұл екінші басқышы. Енді үшінші басқышында мына бірікпе, енді бұл бірікпенің аты 2 хлор болған үшін бұны дихлор метан деп айтамыз. Енді сол дихлор метанға қайттан хлор 2 қосамыз. Бұнан қайттан жайып жазамын. Тап жаңағыдай мына бір хлор мына жақтағы водородтың орнына барады, сол водород хлордың орнына барады. Сонда мына жақтан және водород кетіп CH болып қалады да, мына жақтан хлор мына жаққа барғаннан кейін хлор 3 болады. Хлор 3 плюс және H хлор. Бұл пайда болған
галоген алканның аты 3 хлор болған үшін мұны трихлор метан деп айтамыз. Ямаса бұның және бір аты бар, хлороформ. Хлороформ ямаса трихлор метан. Енді төртінші басқышында сол пайда болған трихлор метанға сқаш хлор 3-ке қайттан хлор қосамыз. Енді мына хлор төртінші водородтың орнына барып С хлор 4 плюс H хлор пайда болады. Бұл төртінші басқышы еді. Мына пайда болған галоген алканның аты тетрахлор метан болады. Міне сондай механизм бойынша барады Семенов реакциясы. Енді үшінші реакциямыз бұл Коновалов реакциясы. Коновалов реакциясы ямаса нитролану реакциясы деп айтылады. Бұнда алканға нитрат кислота қосамыз. Енді бұл механизм бойынша барады. Нитрат кислотаны андай қылып жазбасаңыз өзіңізге қолай болады. Яғни OH-NO2. Бұны жинайтын болсақ HNO3 болады. Сонда жазсақ қолайлы. Енді мынау пропанға нитрат қосатын болсақ, қараң, мына жерде мына NO2 мына алканның құрамындағы водород қай жерде ең аз болса, сол углеродқа барып бірігеді. Яғни водород аз жерге барып бірігеді. Так, сонда қараң, мына жерде NO2, бұл жерде водород қай жерде аз. Водород міне мына қақ ортада аз. Мына жерде 2 водород бар, мына жерде 3 водород, мына жақта да 3 водород. Сонда мына NO2 мына жердегі водородтың орнына барып, мына жердегі водород болса, мына NO2-ның орнына барады. Сонда бұл жерден пайда болады CH3. Мына жерден бір водород кеткеннен кейін мынау CH болып қалады. CH қайттан CH3. Мына жердегі кеткен водородтың орнына NO2 барып бірігеді. NO2. Енді қараң, мына жақтағы кеткен водород NO2-ның орнына баратын болса, сол водородпен OH қосылып, плюс H2O, яғни су пайда болады. Міне бұл нитролану реакциясы ямаса Коновалов реакциясы деп айтылады. Енді қараң, бұны басқашалау қылып жазсақ болады. Мәселен, бутан берілген болса бізге H2 плюс соған HO NO2 қосамыз. Енді бұл сондай. Бірінші тауып алуымыз керек, қай жерде водород аз. Мына бутанның құрамында міне ортада жайғасқан, мына екеуінде водород аз. Екеуінің водороды бірдей. Мына жерде де 2 водород бар, мына жақта да 2 водород бар. Онда қалеген жеріңізге апарып қоса берді. Қалеген жерге қоссақ болады. Қалесек мынаған қосамыз, қалесек мынаған. Мынаған қосайық мәселен. Так, мынаған барып қосатын болсақ, NO2 мына жердегі водородтың орнына барады. Мына жақтан кеткен водород NO2-ның орнына барады. Сонда бұл жерден пайда болады CH3. CH болып қалады, мына жерден водород кеткеннен кейін. CH2, CH3. Мынаған болса, кеткен водородтың орнына NO2 келеді. Плюс мына жақтағы шығып кеткен H NO2-ның орнына барып, OH-пен қосылып, H2O енді су пайда болады. Так, енді бұл пайда болатқан затлардың атын айтып кетеміз. Мына жерде пайда болған бірікпенің аты. Мұны номерлейміз. Номерлеген уақытта мына NO2
қайсы тарапқа жақын болса сол жақтан бастап нөмірлейміз. Бұл екі тарапқа да бірдей. Сонда мына жақтан нөмірлесек 1, 2, 3. Атайтұғын уақытта 2 NO2-ні нитро деп айтамыз. 2 нитро, ұзын тізбекте 3 углерод, бұл пропан. 2 нитро пропан пайда болады екен. Енді төмендегі екіншісін көреміз. NO2 шеп тарапқа жақын 1, 2, 3, 4. Атайтын болсақ 2 нитро бутан болады. Так, енді және біреуін көрейік. Так, мәселен мынандай болса. 3H2 SH плюс HO NO2. Енді бұл жерде де міне қарам. Бірінші мына берілген алканның құрамындағы қайсы углеродта водород аз, соны тауып аламыз. Демек, бұл жерде міне көрініп тұрыпты, мына углеродтың водороды аз. Углеродтың водороды аз, демек, мына жақтағы NO2 сол углеродқа барып бірігеді. Мына жерден водород шығып кетіп, NO2-ның орнына барады. Сонда пайда болады бұл жерде SH3, SH2, С, мына жерден водород кеткеннен С болып қалады. SH3 төменде SH3, мына жаққа NO2 келіп бірігіп жатыр. Плюс және су пайда болады, H2O. Енді мына пайда болған заттың атын айтып кетеміз. Бұл жерде енді міне NO2-да радикалы оң тарапқа жақын. Онда оңнан бастап нөмірлейміз. 1, 2, 3, 4. Атаймыз енді. Атаған уақытта міне 2-де нитро жайласқан, 2-де метилам жайласқан. Сонда 2 нитро сөйтіп 2-де және метилам жайласқан, 2 метил дейміз. Сөйтіп ұзын тізбектің аты, ұзын тізбектің 4 углерод, бұл бутан. Бутан. Міне сондай Коновалов реакциясы сондай механизм бойынша барады. Енді ақырғы реакциямыз бұл дегидрогенлену реакциясы. Дегидрогенлену деген бұл реакцияның мәнісі өзі водород бөліп шығару дегенді білдіреді. Дегидрогенлену, Д деген шығару деген. Гидрогенлену деген бұл водород деген. Сонда бұның мәнісі водород бөліп шығару. Так, демек мәселе міне метан 1500 градус температурада оны қыздыратын болсақ, бұдан ацетилен деген органикалық бірікпе пайда болады, һәм водород пайда болады. Міне сол дегидрогенлену реакциясы. Мәселен, бұны және басқа жағын жасасақ болады. SH4 метанды. Қараң, бұл жерде именно сол метанның дегидрогенленуінде мына градус ақметлі болады. Яғни сол градусқа қарап, мына жерден әр түрлі углеводородлар шығуы мүмкін. Мынау ацетилен. Яғни 1500 градуста метанды қыздырсақ, ацетилен пайда болады. Егер 1500 градуста емес, 500 градуста қыздыратын болсақ, бұл жерден алкен пайда болады. Плюс водород. Бұның аты этилен. Этилен. Енді қараң, сол метанды 1000 градуста қыздыратын болсақ, бұл жерден углерод плюс водород пайда болады. Яғни, қараң, сол градуслармен ярлауымыз керек. Егер 1500 градус дедім ме, ацетилен шығарамыз. 500 градус дедім ме, алкен шығарамыз. Этилен пайда болады метанның өзінен. Егер 1000 градус десе, бұл жерде углерод, водород пайда болады. Енді бұдан басқа да алканларды дегидрогенлесек болады. Мәселен, этанды дегидрогенлетін болсақ, бұдан
С2H4, яғни 2 водород шығып кетеді да, С2H4 пайда болады. С2H6-дан 2 водород шығып кетіп, С2H4 плюс H2 пайда болады. Болмаса пропанды С3H8-ден 2 водород шығарып жіберіп дегидрогенетін болсақ, С3H6 плюс H2 пайда болады. Сол дегидрогенінің реакциясы еді. Так, міне, осыменен бүгінгі видеомыз жұмақланды. Кейінгі видеомызда циклоалканлардың қасиетлерін, циклоалканлардың өзі не екенін, структуралары, түзілісін көріп шығамыз.